Құрметті ағайын, бүгін міне жүрегімнің иесі деген әнді үйрететін боламын. Міне сөзмен айтатын болсақ, міне 7 ең алғашында 7-ші пернені басамыз. 1 2 3 4 5 6 7. 7-ші пернені басамыз, мына екінші саусақпен төменге тартамыз. Сосын 8-ші пернені жоғарыға. Қайттан 7 төменге, сосын 5 жоғарыға. Сонда мынадай әуен шығады. Сен екенсің, міне 7-ші пернеге сен, 8-ші пернеге е, сосын қайттан 7-ші пернеге кен деп айтамыз. Кен, екен деген сөздің жалғасы. Сосын 5-ші перне сін. Сонда былай болады. Сен екенсің, сен екенсің. Әрі қарай жүрегімнің иесі деген сөз. Сен екенсің. Тағы да осыны қайталаймыз. Ж, 8, ре, гім, нін. Сонда 7, 8, 7, 5 сандары. Көрдіңіздер ма? Тек сандарды басып отырасыздар. Сен екенсің, ж, ре, гім, нін. Сосын 5-ші пернені басамыз. И деп айтамыз. Төменге и, сәл тоқтаймыз. Сосын 7-ші перне 2 рет жоғарыға. И, есі, 2 рет тартамыз. 2 рет жоғарыға 7-ші пернені. Сонда иесі деген сөз шығады. 5 тоқтаймыз, сосын 7 2 рет. И, есі, и, 5-ке, сосын 7-ке. Есі, и, есі. Барлығын қосайық енді. Сандары былай ме? 7, 8, 7, 5. Тағы да қайталау. 7, 8, 7, 5. Сосын 5. Тоқтаймыз, сосын 7, 7. Сөзмен айтып көрсетейін. Сөзмен айтса тез жатталады. Сен екенсің, жүрегімнің, сосын 5, иесі. Міне көрдіңіздер ме? Шығып тұр сонда. Сен екенсің, жүрегімнің иесі. Әрі қарай. Уақытқа да бақытқа да байланған. Уақытқа да бақытқа да байланған. Әрі қарай міне уақытқа да бақытқа да байланған. Басында қайталау, жаңағыны 7, 8, 7, 5. Қайталаймыз тағы да 7, 8, 7, 5. Уақыт, міне уа бірінші. Уақыт, мынау қыт дегенде 8. Уақытқа да бақытқа да. Буынға бөліп отырамыз міне. Уақытқа да бақытқа да. Сосын 10. Бай, төменге. Сосын 8-ші перне жоғарыға. Ланған, байланған. Міне, сонда барлығын қосайық. Сен екенсің, жүрегімнің иесі. Уақытқа да бақытқа да байланған. Шығып тұр. Сонда былай болды. Сен екенсің, жүрегімнің иесі. Уақытқа да бақытқа да байланған.
көрдіңіздер ма, шығып тұр. Мен тағы да тартайын. Сен екенсің жүрегімнің иесі. Сосын тағы да басы қайталанады сандары. Бақытқа да байланған. Міне. Қиын емес, үйренуге болады. Міне сөзімен айтса оңай жатталады. 7, 8, 7, 5, 7, 8, 7, 5, сосын 5 тоқтаймыз. 7, 7. Тек ең соңында қағысы жоғары 7-ге. Сосын тағы да қайталаймыз. Екінші жол 7, 8, 7, 5, 7, 8, 7, 5. Сосын 10, сосын 8, 8. Сандарын жазып алсаңыздар болады. Міне. 10, 8, 8, я. 7, 8, 7, 5. Сонда мынадай әуен шығады. Сен екенсің жүрегімнің иесі, бақытқа да байланған. Осылай басқа да әндерді үйрене аласыздар. Мысалы, алғыс әнін үйретіп көрейік. Бірінші міне. Үстінен 5-ші перне, астынан 3-ші перне, төменге. Сосын тоқтаймыз. Сосын үстінен де астынан да 5-ші перне, жоғарыға. Сосын 5 пен 7, астынан 7, төменге. Сонда 3 қағыс болды. Сосын қайттан осыны тартамыз. Сонда сөзімен айтатын болсақ, басында былай болды. Көкжиек деген сөз шығады. Көкжиек. Сосын күн сәулесін. 5 пен 3 төмен. Сәу. 5 пен 5 жоғарыға. Сәу дегенде. Сосын 5 пен 7. Ле. Сосын 5 пен 8. Сін. Сонда күн сәулесін деген сөз шығады. Күн сәулесін. Сонда басынан бастайық. Көкжиек. Созып айтамыз шамалы. Күн сәулесін. Сосын таратқанда. 5-7 та. Сосын 5 пен 5 рат. Сосын 5 пен 4 қан. Қайттан 5 пен 5 да. Таратқанда деген сөз шығады сонда. Көкжиек күн сәулесін таратқанда. Міне. Сосын сөзін айтпаймыз. 4 қағыс қағамыз 5 пен 5-ге. Көрдіңіздер ме? Қиын емес. Көкжиек күн сәулесін таратқанда. Міне осындай. Ал құрметті достар, осылай үйретуді жалғастыра берейін ба? Келесі қандай әнді шығарайын? Кім үйреніп алды осы тәсілмен, комментарийге жазыңыздар. Қай жері түсініксіз? Осылай айтқаным түсінікті ма? Сандарын жазып алсаңыздар болады, мен айтып отқанда. Сол кезде қағаздан қарап, сосын видеодан да қарап тартасыздар. Комментарийге жазыңыздар. Кім жаңағы үйренді, кім үйреніп жатыр, кім қай қаладан, арнаға жазылып қойыңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, келесі видео шыққанда көрсетіліп тұратын болады. Видеоны күнде салайын ба, соны айтып жіберсеңіздер, күнде шығарайын ба осындай видео сабақтар. Әлде аптасына 2 рет шығарайын ба, оны да комментарийге, пікірге жазыңыздар. Кімге видео ұнады, комментарий жазыңыздар, пікір. Ал сәттілік баршаңызға.